Батма Искандарова, «Қош дегім келбейді». Әңгіме. Мустай Карим лайнері аптапту Барселонадан өз туристерін тосып алып, Майорка аралын көздей бет алды. Күн жанвар палубаның бетін жылу нұрларына чулғап, аға қошыл ташыл деңіздің айдарым желі соғып атты. Ойнауық шамал мұндағы айымдардың саркеш көйнектеріне жан кіргізіп, жүзіндегі назды жылмайуысына бойық қошқан сойды. Аларды жандаған мырзалар жуайларының бақытлы жүздеріне көңілдері тоқ. Бұл круиздік саяхат қиыры жоқ океандың сыйқырына толған жаңы жашу барақтарындай. Горизонтқы тегіз теген күнді кешкісін айдың нұр алмаштырып, керемет кештер түген бөсті сезім қалдырады. Балуаның көздей тепкіштерменен шашып шығып келетқан жазмен қоқысынан әлі тұшташ шыққан бойға жеткен қызды жөліп алды. Көзіңізге қарабайсыз ба? Ма сіз асманнан түштіңіз бе? Ха депсіз. Өзіңді кім деп ойлайсың? Мен Даниэль, жазмен, сіз? Менің кім екенімді білсең, бұл жақта ештебе қалышыңда мүмкін. Ейді. Даниэль мұйығынан жылмая ачуысы мұрды ұшында тұрған қызды көз қиығымен ұзатып қалды. Артына қылчая қараваған қыз, қолынан түшіріп алған сумкасын жерден алып, чұқ-чұңдаған бойдан ресторанды көздей бет алды. Аңғыча ресторанның шетіндегі үстелден салауатты мырза орнынан тұрып, «О, Аидочка, келдің бе?» деп қызды құшақчая тосып алды. Орысша қыздың ачуысы заматта тарап, күтіп отырған танышына берметтей тіштерін көрсете жылмайды. Кіреберіште мұны байқап тұрған жасмен ішінен қатардағы көпкен жаштарда, деп өзінше баш чайқап, анан пианинодағы жігітке көзімдап, кешені баштай бер дегенде ишарат қылды. Саксофонды уламдан улам биік ноталарды алып, залға чоғылған есі алушылардың моқымын қандыра ойнығын Даниэльден мұнда іштегеніне 7 жылдың жүзі болады. Өз ішінің чебері, көпчіліктің назарына қанты білінішті 5 қолдай біледі. Бүгінде ал өз репертуарындағы мықты шығармаларын атқарып, ресторанға чоғылғандарды жай биге шығуға чақырып атты. Ортоғы шыққандардың көбі ұлуындағы саяхатшы жуайлар көрінеді. Жаштар болса тартын авы же, қалар мұндай жай темптегі музыканы тұғы тұшпай айтыр, бірі телефон шығып, башқалары бір-біріменен шыбырашы отырады. Жанағы чұқчыңдаған қыз чоң столдың четінде жалғыз қалыптыр. Даниэль бұл қыз жанағы мырзаны да қачырып епеме, менелі күтіп тұрғандай деп, ішінен бұрс күліп алды да, тынығы ұшырында қызменен танышмаққа басып келді. Кешіресіз, рұқсат болса жаныңызға отырайын, жалғыз екенсіз. Жанағы олдықсын жасмен? Дал өзі. Қақшы қаралаш сұрухы шаштысы кете жооп берді жігіт. Мейлі, ағам келгенше отырсаңыз болады. Ал карнавалдық шоуны көрім деп театрға кеткен. Сіз мұнда жанатан бері жалғыз отырып зеркен жоқсыз ба? Сейілдегенге қандай қарайсыз? Авантюралық сұнышына қандай жооп болады деп күтіп қалды Даниэль. Деңізде қайдағы сейіл? Қыз күліп жіберді. Шықсаңыз көресіз да? Бұл лайнерде жұмалап жүріп көріп бүтпегендер бар. Баса, мен Даниэльмін, сіз? Мен Аида. Қыз Даниэльден сұңған қолын суытқан жоқ. Палубаны көздей шыққан жаштардың сейіліне деңіз бризі ортоқтош. Айда бүгін башқача толықшып, деңіз бетіндегі круиздік лайнерге маяк сымал жарығын шашады. Даниэль менен Аида палубаның алдыңғы тарабын көздей басып, ызы чуудан уылақ жерге тоқташты. Танышу саатын көп күткен жігіттей Даниэль кеп қозғады. Аида, сіз менден біраз кіші көрінесіз, сен десем қаршы емессіз бе? Қызға Даниэльдің сүрдеген жүзі көрініп тұрды. Рұқсат, деді жылмая Аида. Анда сен да мені сендесең болады. Баса, мұнда тұрсақ үшіп қалбайсың ба? Даниэль үстіндегі жұқа пиджагын шеше салып, қыздың иініне жапқысы келіп біроқ, давай жатты. Үшуемділі, деп назик сөйлеп Аида ары басты. Ачынында ауа бір топ салқындай түшкен. Майы күзіліп ортада ыңғайсыз жымжырттық өкім сүрді. Аида Даниэльді сөйлей бедесе, ханың көздері алыстарға телміреді. Музыкаттың ойында емне тұрғанына қызығып. Сен қырғызстандықсың да, біздікілерді мұнда көбіле кезіктіресің бе? Жеріңді сағынсаң да керек.
Сагынбагандачы. Даниэль шуу үшкүрүп койду да. Анда мектепте окучу элем. 9-класста жүргөнүмдө эжем бул жакка ишке чакырды. Окууну, досторду таштап круизге ишке кирдим. Ошондон бери мен бул жактык болуп чоңойдум, деп ал мыйыгынан жылмая сүйлөдү. Эжем Майамиге кетти. Ошол жерде иштейт. Өзүң билесиң да, ал жерде жыл бою сезон, иш кызуу. Эми эмнесин айтайын. Келгенимден бери канчалаган деңиз, океандарды көрдүм, бирок бири да биздин ысык көлгө жетпейт. Даниэлдин үнү буулугуп чыкты. Гүлнур Сатылганова ырдаган Чыңгыз Айтматовдун Ысык көлдү сагынуу деген ырын билсең керек. Ал бул суроону берип, жообун күтпөй эле мукам үнү менен созулон тырдап кирди. Алыс кетсем куса болуп, сагынам салкын төрүн, алтын көлүм. Аида Даниэлдин калтыраган добушунан анын жерине болгон сагынычын сезип, үндөбөй чалкыган деңиз бетинен көз албай тыңшай берди. Бул ырды мурда укса да, Даниэлдин мукам авазы аны да толкундатып, көз алдында тууган жер элеси тартылды. Угуп аткан ырдын обону дүйнөнү аңтар теңтир кылып жибергендей болду. 3-чү куплетке өтүп баратып эле Даниэль Аиданын колунан тартып, "Кел бийлейли", деп аны ойлонто койбой, белинен комой тартып тегерине бийлеп кетишти. Аида мындай болорун күткөн эмес. Шамдагай жигит Аиданы чарк айландыра вальс бийлеп да ырдап да жатты. Кыз мындай жагымдуу сезимдин кучагында калып, Даниэлдин эркине берилип кеткендей. Палубанын бетинен ак куу сымал учуп кетчүдөй боюн токтото албай, Даниэлдин кучагында ырына ыргалып бийлеп атты. Акыркы куплеттин кайырмасын ушунчалык шаңдуу созду, Даниэлди бүт лайнердин жүргүнчүлөрү тыңшап аткандай сезилип кетти. Аидага "Башым текеренип кетти, Даниэль, токточу", деп кыйкырып ийди. Жигит ашыкча кетме окшойт деп, "Аида, кечирип койчу. Буларды Кыргызстандан келген туристтерге да берсем, кайталап ырдатышат. Анан бийлешет. Тууган жерде бир жумага жетпей эле сагынышат окшойт. А мен 7 жылдан бери бияктамын. Алыстыкка да көнөт экенсиң." Бий токтоп, экөөнүн тең жүрөгү ээлеп челеп болуп турду. Даниэль орундукка таштаган пиджагын алып, Аиданын ийине жаап койду. Аида үндөгөн жок. Бий аларды жакындатып койгондой. "Кыз жакшы ырдап, бийлебегенди да бийлетет экенсиң. Дайыма ушундайсыңбы?" деп үнү дирилдегендей чыкты. Бийге бүткөн бою дүүлүгүп, бир сыйкырга арып алгандай акыл эси эңги деңгеле. Даниэль бая үзүлгөн сөзүн, Мекинге болгон кусалыгын, эрте кош айтышкан балалыгы тууралуу кеп туулагысы келбеди. "Мен тууралуу деги сөз түгөнбөйт. Эми Аида айым тууралуу уксак кантет?" деп ал сөз кезегин кызга узатты. Эмне тууралуу айтып берсем? Мен атымды билесиң да. Кыргыз-орус славян университетинин психология факультетинин 3-чү курсунда окуйм. Жылдыз белгим балык. Анан таттуулардын чоң фанатымын. Аида эми жаңы таанышкан адамча сүйлөдү. Даниэль Аиданы шыр эле бийге тартылганынан анын шайдоот, бала кыял мүнөзүнө ичи жылый, дагы да ал тууралуу уккусу келе берди. Алар азыр китептин окул элек барактары сымал бири-бирине кызык эле. Окуу болуп жатыптыр. Жеке жашоочу? Психолог кыз жигиттерди чекесинен чертип тандаса керек. Кыз менен бийлеп алганга өзүн эркин сездиби, саал-паал тийишкендей сурады. "Ой, жок, кайдан. Менде азыр биринчи планда окуу турат. Дон Жуандарга убакыт жок", деп анын куйкум суроосуна чымчый жооп берди Аида. "Мен деле сендей экем анда. Иштен кол бошобойт. Ким бирөөдөн уктум эле, сүйүү болбогон бир жомок деп. Анын сыңары сүйүү, романтика дегенди кинодон гана билем", деп Даниэль тамаша аралаш жаңы теманы козгоп ийди. "Кинодон дечи? Кино десең Титаник эске түшөт. Башка армандар бар го? Джек менен Роза. Алар да ушундай чоң кемеде сюжет эмеспи?" Аида эмнегедир толкундана сүйлөдү. "Мен Роза болсом, азыр мага Джек гана жетишпей турат. Джек жанымда болгондо, биз канаттарыбызды жая белгисиздикке учмакпыз."
Ал канаттарын розадай жайганда айдарым жел узун чаштарына кошуп атлас көйнөгүн желбиретип атты. Ажигет Джек сыяктуу кыздын артынан келип кучактоого даай албай үнсөзсүз тура берди. Алардын ортосунда түшүнүксүз сезимдер жаралып, экөөнүн жан дүйнөсү уйгу туйгу болуп тынчтык бербей атты. Аябай романтик окшойсуң, Аида. Алардын таттуу сүйүүсүнүн аягы эмне болгонун билсең керек. Элестет азыр биздин лайнер деңиз түбүн көздөй кетсе. Эмне айтаарын билбей турган Даниэль ушундай тамаша менен түшүнүксүз абалдан чыгууну ойлоду окшойт. Ошентип да айтабы? Романтиканын баарын өлтүрбөдүңбү сен? Аиданын жосунсуз тамашасына саал таарыңансыды. Ай, саат да бир топ болуп калды. Кетейин. Агам келип, жогумду көрүп тынчы кетип атса керек. Кыз айдарым желге татынакай желбиреген чачын иретке келтирип ары басты. Томаша да, апей, ушуга да таарынасыңбы? Ай, мейли. Эс алсаң эс ал, кайталык. Эртеңки план кандай, Роза? Даниэль Аидадан жумшак сурады. Бизде кандай план? Уйкунун планын толтурууда. Кыз тамашалай жооп узатып, көңүлү да ачылгансып кетти. Жакшы эс ал эмесе, Аида. Эртең дагы сейилдейле? Эртеңки маанайга карайбыз да, макулбу? Кыз кылыктана жылмайып, колун Даниэльге назик булгалап, каютасына тыпылдай басып, ылдый түшүп кетти. Түнү менен ресторанда иштеген Даниэль адатынча шашкеге жакын ойгонду. Кечеги таанышуунун таасириби өзүн башкача бактылуу сезди. Жуунуп, көзгүнүн тушуна туруп алып, өзү жактырган одеколонду себинип, Аиданы түшкү тамакка чакырмакка анын каютасы тарапты көздөй бет алды. Ал түндө эле шеф-поварга ресторандан даамы таңдайда калчу өзгөчө десертин жасоого буйртма берген. Аида таттууну жакшы көрөт эмеспи? Ушул ойлорду ойлоп, кыңылдап ырдап бараткан Жазменди таанышын токтотту. Эй, Даниэль, токто. Сага бир сулуу эртең менен конверт калтырып кетти. Сүйүнбөй эле кой, ичинде чай чакасы көрүнбөйт. Шылдыңдагансып сүйлөгөн портье анын жообун күтпөй басып кетти. Эй, кое турсаң, жанагы агасы менен келген Аидабы? Суроосуна жооп ала албаган Даниэль шашыла конверттин четин айырып, ачты да суохун немедей турган жеринде катып калды. Конвертте Бишкектин фотостудияларынын биринде эстеликке деп түшкөн Аиданын күлүмсүрөгөн сүрөтү, астында кош дегим келбейт деген жасуусу көз көрүндү. Даниэль бир заматта миңдеген туристтер менен мухит кезген Мустай Карим лайнеринде жалгызсырай түштү. Күндүн бетине булут токтогондой, айланасындагы кооздуктун баары бозоруп, көлөкө далдаасында көзүнө сууз тартылды. Кечээ кечкурун жылдыздуу кечти чогуу өткөрүп, бири-бирине магниттей тартылган эки жаштын жолдору эки ача чыкты. Даниэль бир саамга басар жагын билбей туруп калды. Бир ою Аиданын артынан бар деп олуктурса, бир ою түз эле жетекчисине кирип, эмгек өргөөсүн алып, касиеттүү ысык көлүн көздөй бет алгысы келди. Колундагы Аиданын сүрөтүнө тигилип, анын күлүмсүрөп түшкөн ажарлуу элеси менен акылдашкандай карап турду да, өзүнүн каютасын көздөй жөнөдү. Бул учурда лайнердин капитаны жүргүнчүлөр менен узел аркылуу амандашып, лайнер өткөн түнү Майорканы ийгиликтүү сүзүп өткөнүн, эми круиздик саякат Франциянын эң байкы шаарларынын бири Марсельде уланаарын жарыя кылды.